Сен психолог болуды армандайсың ба, әлде ата-анаң учитель бол дейді ме? Қалай болғанда да топ 3 мамандыққа қарап шық. Мүмкін сенің будущий карьераң осында жатыр. Сонымен бүгінгі біздің тізімнің алғашқы басында тұрған психология. Психология бұл бізде адамның ойын оқып, эмоциясын түсінеді. Психолог болу оңай деп ойлайсың ба? Қателесесің. Бұл мамандықта сен адамның психологиясын терең зерттеп, кеңес беру, стресс пен депрессиямен жұмыс істеу, жеке және топтық терапия жүргізу сияқты дағдыларды үйреніп шығасың. Кім боласың? Психолог, психотерапевт, корпоративті кеңесші, тіпті TikTokта ментальное здоровье жайлы контент жасайтын эксперт. 2024 жылғы грант балдары ең жоғарғы балл 137, ең төменгі балл 99. Екінші, педагогика және психология. Психология ұнайды, бірақ учительский вайбта бар ма? Онда мектептерде, колледждерде, оңалту орталықтарында педагог-психолог болып жұмыс істей аласың. Бонус, кейбір ата-аналар өз балаларын мектеп психологтарына емес, жеке мамандарға апарады. Демек, педагог-психолог болып жүріп, жеке практикамен жақсы табыс табуға болады. 2024 жылғы грант балдары ең жоғарғы балл 136 болса, ең төменгі балл 99. Келесі, бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі. Балалармен жұмыс істеген саған ұнайды ма? Олардың дамуына өз үлесіңді қосқың келеді ме? Онда мектепте мұғалім боласың. Бірақ сен просто оқытушы емес, балалардың логикасын сыни дамытуға, креативті дамытуға мықты педагог боласың. Сонда кім боласың? Бастауыш сынып мұғалімі, білім беру орталығында методист, тіпті жеке репетитор, балаларды оқытып өзіне табыс әкелетін стартапты ашуға болады. 2024 жылғы грант балдары ең жоғарғы балл 130, ең төменгі балл 100. Ал саған қай мамандық больше ұнады және қай сферада жетістікке жеткің келеді? Өз ойыңды комментарийге жазып кет. Кездескенше.